нацисттер бар ма деген сұрақ әрине менің езуіме күлкі үйіреді, өйткені Ресей өз уысынан шығарғысы келмейді Украинаны. Вот вы можете ответить на его вопрос? Сейчас по отношению к русскому населению на Украине какое-либо ущемление у вас оно наблюдается? Мы сами русскоговорящие. Нет, никто никого не ущемляет. В этом плане точно. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, KZ+ YouTube арнасында Азамат ата келді. Украинада шынымен нацистер бар ма? Украинаның қазіргі әлеуметтік жағдайы қандай? Осы және басқа да мәселелерді Украинадағы қазақ тілшісі Аида Қыдырбаймен талқылайтын боламыз. Аида, саламатсыздар ма? Бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Қазір Киевтің орталық Майдан Незалежный алаңында жүр екенсіз. Сәлеметсіз бе, қош келдік. Сіздердің ықылас танытқандарыңызға рахмет. Бүгін міндетті түрде бір жақсы, ерекше ақпарат беруге, анық ақпарат беруге, объективті ақпарат беруге тырысамын. Оған біз де сенімдіміз. Ендеше, осы 2014 жылы жалпы Украинаның Майдан алаңында жалпы ұлттық көтеріліс басталып, кейін ол қан төгіске ұласып, соңында ел президенті Янукович тақтан кеткен болатын. Билік ауыстырған. Сочидегі Олимпиада аяқтала салысымен сол 2014 жылы Путин Қырымда референдум өткізіп, Қырымды Ресей құрамына қосып алған болатын. Луганск пен Донецк өңірлері соғыс алаңына айналып кеткен. Украина мен Ресейдің арасындағы негізгі ашық текетірес сол сәтте басталған еді. Кейін Ресейдің ресми билігінің пайымдауынша Украинада нацистер билікті өз қолдарына алып алыпты дегенде ақпарат кеңінен тарай бастайды. Соның салдарынан Украина халқы да нацистік бағыттағы елге айналып бара жатыр деген мәліметтер федералдық арналарда ашық талқыға түсе бастайды. Сіз қазақтың қызысыз, Украинада тұрып жатсыз. Өзіңізге сол Украин жерінде ұлт мәселесі айналасында қысым көрсетілді ме осы күнге дейін? Жалпы украиндықтардың өзге ұлттарға деген көзқарасы қандай болды осы соғысқа дейін? Украинада 2013 жылдан бері Украинаның жергілікті тұрғынымын. Құжаттарымды ауыстырған жоқпын, сіз атап өткендей. Украинада Украинаның білімін алған азаматпын. Сондықтан нацисттер бар ма деген сұрақ әрине менің езуіме күлкі үйіреді, өйткені мен осы Украинадағы Шевченко атындағы ұлттық университетті магистратурасын бітірген адаммын. Сондықтан бірде-бір рет ондай қатты қысым көрген жоқпын, далада да қысым жоқ. Керісінше Украина халқы енді соғысқа дейін осылай қазақ киіммен, тақиямен шықсам, керісінше қызығушылық танытып, сұрастырып, негізі екі елдің осы 10 жылда бір байқағаным, қазақ пен Украинаның қонақ күтудегі ұқсастығы өте жоғары. Екеуі де мейірбан халық. Сені ешқашан далада қалдырмайды. Мысалы, Зеленскийдің әкесінен сұхбат алғанында да, ол кісі маған бірден жаңағы жоқ демей, кел қызым бірге шай ішейік деген сияқты ықылас танытты. Сіз ойлаңызшы, білдей бір елдің президенті, я мені танымайды, екі туып бір қалған емеспін. Қайдағы бір журналист қарап тұрсаң, таңғы 7-те хабарласып, осында телефон айтқанда, кезінде мені қазақ жанұясы қатты жаңбыр кезінде далада қалдырмай, үйіне кіргізіп тамақтандырған еді. Сондықтан мен саған қалай жоқ деп айтамын. Әрине көтерілім, міне біз осындай этажда тұрамыз деп, мені бір таңғалдырған еді. Сол кезден бастап, оған дейін де енді Януковичтің заманында көрдім, одан кейін Порошенконың заманы, одан кейін Зеленскийдің заманы. Үш президентке де оңай жақындап, сұрақтарымды қойып, ашық пікірлесуге жағдай жасалыпты, халқын айтпағанда. Ал халыққа енді өте мейірбан, ешқандай нацистер жоқ. Керісінше қазір біз Майдан алаңында тұрмыз, эксперимент жасап көрсетсе болады. Майданнан жүріп өтсең, керісінше халқы осында қатты қиын соғыс болып жатқанына қарамастан, саған жылы жүзбен қарап, сен мысалы орыс тілінде осылай жолды сұрасаң, енді бұл қарапайым мысал, я, олар міндетті түрде саған жол көрсете, сенің сұрағыңа жауап береді. Осында енді 10 жылда мен ешқандай да бір қысым көрген жоқпын. Соғыс басталғаннан кейін әрине менің Беларусь паспорты бар құрбым, менің паспортым мысалы қазақ тілінде, я, Қазақстан паспортым. Шекарада әрине сұрақ жауап бұрынғыдан көп. Біздің мысалы басқа елдің азаматтарын кеденде телефонындағы жаңағы мазмұндаманы тексеру мүмкін, суреттерді семен жекелей
тікелей сұрақ жауап алуы мүмкін еді. Соғыстан кейін тексеріс күшейді. Бірақ бұл жерде де атап өту керек, ешқандай бір ұлттық кемсіту деген украиналықтарда жоқ. Нацистер дегеннің бәрі ойдан құралып алған дүние. Мысалы, біз Шевченко атындағы ұлттық университеттің магистратурасында стратегиялық коммуникация деген тамаша мамандықты тамамдадым. Сол кезде де біз осы пропаганданың адам миын қалай улайтыны, оның жолдары бәрін оқығанбыз. Бір таңғалатыны, сол магистратурада оқыған дүниемнің бәрі, мысалы, қазір Украина мен Ресей арасында болып жатыр. Пропаганда адам миын улайтын, пропаганда соғысты жасайтын ең мықты құрал екенін біз де Қазақстанда ешқашан естен шығармауымыз керек деп ойлаймын. Ал енді қараңыз, осы Майдан мәселесіне кішкене қысқа нұсқа шолу жасап кетсек, сол оқиғалардың негізі тікелей куәгері болдыңыз өзіңіз. Ол рас. Бәрі мына алаңнан басталды деп айтсақ болады. Міне европалық, көріп тұрсыз ғой, европалық алаң. Ары қарай Крещатик көшесінің алаңдары толығымен, мына жақта жоғарғы Рада. Осы жерде ең алғаш студенттер жиналды. 2013 жылы, білесіз, Янукович Путиннан қорқып, европалық қауымдастыққа қадам басатын құжатқа қол қоюдан бас тартты. Одан кейін халық көтерілісі басталды, бірақ ең алдымен студенттер шыққан кезде олар қатты соққыға жығылды. Одан кейін осы Крещатик алаңына миллион адам жиналғанына мен куә болдым. Сол кезде Януковичті автобуспен артылып қарсы адамдарды, оны жақтайтын адамдарды өзіне қоюға тырысқан мен, оның құрлық емес, қорғаныс күші Беркут деген сол халықты атуға дейін барды. Дәл осы алаңда 100-ден астам адам қайтыс болды. Соның 10 адамын атып түсіргеніне өзім куә болдым. Мен сізге кейін видеоны жіберемін. Менің бір жылға қарсы дайындаған кішігірім фильмінде де сол барлық архивтер жинақталып сақталған. Сондықтан YouTube парақшамды көрсете кетсеңіздер, ол жерде де ешқандай құралып, ешқандай көшірілмеген, өзім көріп, өзім түсірген бел ортасында болған видео материалдар бар. Сондықтан мен 100% толық сезіммен айта аламын, Украина Ресей арасындағы соғыс үшінші бір құрылымның жасап отырған дүниесі деп айтады ғой, енді пропагандада мысалы Америка, Европа, батыстан көреді. Негізгі себеп ол кеңестен бас тарту, өйткені кеңес одағы ешқандай да жақсылық бермеген Украинаның тарихшылары да негізі Украина мен Ресей арасындағы соғыс бүгін кеше 8 жыл, 10 жылда болмаған, 100 жылдан бері осындай тартыс. Ресей өз уысынан шығарғысы келмейді Украинаны. Сондықтан енді осындай бүгінгі 1 жыл толды, сондай соғысқа алып келді. Бұл да менің ойым. Өйткені тірі куәгер болдым. Ешқашанда Януковичтің өзі де қолы қалтырап, дірілдеп, Европаға барудан қорықты. Бір жағынан Ресей ашық қысым көрсетті. Сондықтан халық осындай қорқақ президентті ары қарай бағынғысы келмеді. Сондықтан тақтан тайдырды. Януковичтің Межигорье деген үйінде де болдым. Оның қалай табанын жалтыратып қашқанына да куә болдық қой. Енді ол басқа сезім, басқа көрініс, басқа қоғам, ашық қоғам, өзінің қалайтын, не қалайтынын ашық айта алатын қоғам, демократиялық қоғам. Сондықтан осындай қадамға барды. Ашық, жоқ, деген таңдауларын оңай жасайтын, және сол үшін өзінің егемендігі үшін жанында қиюға бар мемлекет екен, бүгін енді барлық әлем көріп отыр. Міне Майдан алаңы. Украина билігі орыс ұлты азаматтарына қысым көрсетіп, жәбірлік көрсетіп жатыр дегенде ақпараттар ресейлік арналардан кең тарап жатыр. Демек, сіздің пайымдауыңызша, олар тек қана қазақ емес, олар тіпті орыстарға да қысым көрсетпеген, бұл жай ғана сылтау болып тұрғаны ма? Әрине, ешқандай да қысым көрген жоқ. Бұл жердегі қоғам. Мен Шевченко атындағы ұлттық университетін бітірген кезде өзім тырысып талпынып,
украин тілін үйренуге тырысып, украин тілінде дипломдық жұмысымды қорғауға тырыстым, бірақ сабақты мен осында Қазақстаннанмын, украин тілін әлі жетік меңгерген жоқпын, орыс тілінде жауап бере берейін деген сияқты ұсыныстар болды. Ешкім ешқандай қарсылық танытқан жоқ, тіпті бүгінгі күнге дейін, мысалы мен орыс тілінде сұрақ қойсам, әрине қазір ұят, орысша сөйлеу өте ұят, мен өзімде қазір тек украин тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде барымды салып сөйлеуге тырысамын. Орыс тілі негізі Европада өте ұят тілге айналды. Қазірдің өзінде де тырысып украин тілінде сөйлесең, бәрібір қоғамның саған айтар алғысы көп қой, бірақ 10 жылда бірде-бір рет мен Украинаның тарапынан осындай орыс тіліне қатысты қысым көрген жоқпын. Орыстар да бұл жақта қысым көрмеді деп айта аламын. Өйткені мен Мәскеуде бір күн ғана болдым жұмыс сапарымен. Сол бір күнде тіпті көмек тұрмақ көзқарастарынан, сондай басқа ұлттың өкілдеріне деген узкоглазая деген сияқты естіп те қалдым. Бір күн, Мәскеуде жүргенімде. Мәскеуге бармаған адам болсам айтушы едім, білмеймін деп. Мен барғаннан кейін осындай пайым жасадым. Украинада 10 жылда айтып тұрмын, біздің ел, екі ел мейірбан қонақ күту жағынан өте ұқсас. Біздің қазақтарда біреуге ұлтына бола, тіліне бола тиіспейді ғой. Сондықтан осы екі халықтың осы жағынан ұқсастығын байқадым. Сондықтан 195% бұл жақта ұлтшылдар сенің тіліңе бола сені өзекке тебетін адам жоқ деп айта аламын. Бір топ жаңағы ұлттық көзқарастағы адамдар, әсіре ұлтшылдар деп жазады ғой орыс пропагандасы. Болуы мүмкін. Менің ойымша әрбір қоғамда, тіпті Ресейдің өзінде де мұндай адамдар өте көп, Украинадан да көп. Кешегі Оскар алған Навальныйдың өзі Қырымды жаңағы мойындап, не болмаса жаңағы өзінің орыс ұлтын керемет империяға теңеп жазды ғой, соның өзіне деді, мысалы Оскар берді. Сондықтан мен ойлаймын, егер де екі елді салыстыратын болсақ, орыстардың өзі қатты ұлтшыл, содан кейін империялық бір кеуделері бар. Пропаганда өтірікке жандары құмар, бәрін өздерінің биікке көреді. Біз сияқты мысалы өз еліне, жаңағы Ресейге сапармен барған журналистердің өзіне де тіл тигізуге бар, ал басқа адамдарды айтпай қойса да болады, оларға түсінікті, қазір. Одан кейін ең бір өкініштісі, енді Европада жүрген қазақтың бірі ретінде, олар өз ұлтының осындай әлі күнге дейін Европада жүрсе де жаңағы зеттерін салып, сондай бір топастық көзқараста өмір сүреді. Мен әлі де соған таңғаламын. Мысалы, сен Европада, Италияда тұрасың, үйің бар сол жақта. Сонда да сен өзің телеарнаңа сенесің. Сондықтан енді пропагандасы мықты болып тұр орыстардың. Сол ғана ұстап тұр деп ойлаймын, негізі. Сондай шовинистік бір нелері бар ғой. Ал енді мынау 2022 жылдың 24 ақпан күні Ресей Украинаға басып кірген болатын. Сол кезде сіз Украина елінде тұрып жатсыз. Үлкен соғыстың тұрып жатқан мекеніңізге келгенін қай сәтте түсіндіңіз? Үлкен соғыстың болатынын негізі соңғы 3 айда қатты осындай бір сезім болды. Бір соғыстың, салқын соғыстың, бір ұлы қасіреттің бір алдында тұрғандай күйде, өйткені Ресей тарапы жаңағы өзінің әскерлерін шекара маңында қатты жақындатып, қайта әскери оқу жаттығуларын өткізді. Бірақ сол кезде мысалы олардың саны 150 мың, 200 мың болатын. Сол 200 мың әскермен басып кіру, осындай 40 миллион адамды басып кіру мүмкін емес деп ойладық. Бір жағынан Донбасс, жаңағы Луганскте 8 жыл бойы орыс әскерлері орыстармен қақтығысып үйренген ғой. Олар соғыс көрмей үйтіп емес. Сондықтан бізде болғанда Украина әскерлерінде белгілі бір тәжірибе болды осы жағынан. Сондықтан енді қазір Украина жерін миллионға жуық әскер
қорғап жатыр дәл осы кезеңде. Мысалы, орыс тарапынан жаңағы мобилизацияға әзер тартып жатқанда, бұлар өздері сұранып кезекте тұрады. Сондықтан бастапқыда шынымен де қорқыныш болды, менде ғана емес, көбісі шынымен де Украина тұра ма, тұрмай ма, өз жерін қалай қорғап қалар екен, кім көмектеседі екен. Енді бұл ядролық қаруы жоқ, Ресей сияқты мұнайы жоқ, сонда ел ғой, бірақ қаны қызу біздің қазақтар сияқты. Сондықтан да өз жерлерін қорғап қалды. Енді қазір Киевті көріп тұрсыздар, барлығы кішкентай баласымен Киевтің қақ ортасында. Дәл осыдан бір ай бұрын, мысалы, біздің жарығымыз жоқ, суымыз, байланыс, жылу жоқ, бірақ халықтың жігері жасымады. Шыдаймыз, тек орыстардан айырылсақ болды деген сияқты армандарын жеткізді. Дәл осы майданда мен соғыс сізді қалай өзгертті деген жаңағы интервью алған едім, фильмінде бар. Өзіңіз де көріп шықсаңыз болады. Бұл соғыс бәрімізді өзгертті. Бұл соғыс біздің құндылықтарымызды өзгертті, я. Украинаның өзіне деген жеңісіне сенімдігін өзгертті. Және ертеңгі күнге деген. Яғни бұл азаттықтың сөзбен айтып түсіндіре алмайтын керемет дәмі. Оны әсіресе мына майданда да сезінуге болады, өйткені дәл осы жерде бәрі басталған енді осы майданда. Буча қырғыны басталған, мысалы, осы наурыз айында, дәл осыдан бір жыл бұрын, осы Киев маңындағы елді мекендер Ворзель, Буча, Мощин, тағы 10-ға жуық елді мекен орыс оккупациясының, өкінішке орай, орыс оккупациясының қарамағында болды. Сондықтан өте қиын жағдай, қатты жаңағы дабылда өте ұзағырақ болды енді бүгінгі күнмен салыстырғанда. Одан кейін зымырандардың дауысы, ұшақтардың дауысы айтып жеткізу мүмкін емес. Өте қорқынышты кезеңдерді бастан кештік, бірақ Киев қаласы әлі күнге дейін қауіпсіздігі өте жоғары деп айтады. Әскери сарапшылар, оны өзіміз де байқаймыз. Мысалы, кейде орыс тарапынан 100-ге жуық зымыран ұшырылады Киев даласына, Киев аспанына. Оның 89-90-ы жаңағы ПВО-мен кері қайтарылады. Бірақ дәл Киевтің маңына соғыстың ең алғашқы күнінде де, мысалы, орыс тарапы 7 бағыттан кірді ғой, Беларусьтен де кірді. Киев маңынан Борисполь әуежайынан басталып Гастомель, сол жақта да, мысалы, елді мекендерді алуға ғана мұршалар жетті. Алу болғанда бейбіт адамдарды өлтіру, әскерлердің тікелей соғысқан кезде әскери тараптан ондай қатты шығынға ұшырамас еді Украина. Енді Ресейдің соғыс тактикасы қазір әлемді жаға ұстатып отыр ғой. Олар бейбіт халықты көбінесе қырып, жаңағы сол арқылы Украина халқының бойына үрей тудырғысы келді. Бірақ қанша дегенмен Киев өзінің жаңағы беріктігін, өзінің қатты қорғалғанын көрсетті. Сондықтан біз Киевте болдық, басында Батыс Украинада болдық. Батыс Украина деген тау мен тасқа көмкерілген табиғаттың ең тамаша мекені. Ол жаққа зымыран жетпейді, өйткені таулары биік деген сияқты. Елдің бәрі Киевтегі 3 миллионға жоқ, 4 миллионға жоқ адамның бәрі сол жаққа үдере көшті. Европаға баруға мүмкіндігі болмаған адамдар. Сол батыста, Батыс Украинада отырдық шыны керек осы наурыз кезінде. Одан кейін қазір жағдай түзелді. Кличконың мәліметі бойынша Киевке қайтадан адамдар қайтып оралған 70%. Қазір бір 3 миллионға жуық адам бар осы Киевте. Оны телефон абоненттері арқылы анықтап білген. Киев халқының 70-80% қайтадан өзінің мекеніне келді. Бірақ мен енді соңғы кезде байқаймын, көшеде жүрсем де Киев емес, көбінесе осы Украинаның басқа өңірлерінен келген босқындар, енді ішкі босқындардың барлығын байқаймын. Олар жаңағы көбінесе Запорожье өңірінен, жаңағы Шығыстан да, Харьковтан, Херсоннан адамдардың жүргенін байқаймын. Таксистер осы жаққа келіп, жаңағы нәпақасын тауып жүр. Неге келеді? Өйткені Киевке сенеді, басқа елге барғысы келмейді, өз елінде өркендегісі келеді. Сондықтан осындай бір ақпаратты да байқадым.
Ал енді қараңыз, кейбір ресейлік пропагандалық арналар Украинада азық-түлік кризисі басталып, Ресеймен ұрысып қалғандарына іштей өкініштер бар дегендей ақпарат таратып жатыр да. Бұл қаншалықты шындыққа жанасатын ақпарат? Жалпы Украинаның қазіргі әлеуметтік жағдайы қандай? Ондай ақпарат тапсырыспен жасалады, әрине. Өйткені қазір дүкендеріне кіретін болсақ, кез келген дүкендеріне, сіз өзіңізбен көресіз. Ешқандай да дағдарыс жоқ, білесіз. Астық келісімі туралы жаңағы заң күшіне енді, заң емес, астық келісім. Жаңағы түрік, Ресей, Украина елі арасындағы, сол кезде Ресейде бірнеше рет жаңағы астық келісімінен шығамыз деп бопсалағандай болды. Енді ол жарты жыл бұрын күз кезінде егін жиналған кезде. Бірақ Украина өзінің егінін 55 миллион тонна астығын жинап алды. Бұл астық Украинаның ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, Африканың елдеріне, Европаның елдеріне жөнелтілді. Одесса порты арқылы қазір Европа мен Киев арасында жасыл дәліз деген жүйе жұмыс жасайды, яғни отын дағдарысы да еңсерілді. Тіпті мен осы мемлекеттік арналардың бірінен бердім, Украинада газ арзандап жатыр деп, автогаз. Сонда комментарийда жазады: ой, бұл ақпарат өтірік, Украина деген тізерлеп тұр экономикасы. Көрдіңіз ба? Біздің көрермендер маған сенбейді, ол орыс каналдарына сенеді. Өйткені солай біздің құлдық санамыз өкінішке орай солай. Астық қауіпсіздігі, астық дағдарысы жоқ. Кез келген дүкенге кірсеңіз болады, керісінше бұлар қазір өздерінің брендтерін қазір өтеміз. Биыл да астық науқаны басталды. Астық егін науқаны Одесса өңірінде. Ең бір қиыны енді ауыл шаруашылық саласы мемлекеттен несие сұрап отыр. 7-8-9 деген өте тамаша несиелері болған. 2020 жылдан бері жұмыс жасайтын. Сол несиені ары қарай ұзартуды сұрады. Өйткені білесіздер, орыстың әскерлері адамдар тұрмақ жаңағы егін алқаптарында өртеді ғой. Сондықтан олар көп шығын тартты, ол жасырын емес. Бірақ дегенмен сондай қиындықтарға қарамастан астық егілді. Биыл сол шамалас жаңағы 35-40 миллион тонна астық жиналады деген болжам бар. Егерде осы болжам орындалып астықтарын егетін болса, Украина ешқандай да астық дағдарысына ұшырамайды. Свет жоқтың өзінде де біз жаңағы генераторды сатып алып жұмыс жасады, шыны керек. Сондықтан бұл бәрі пропаганданың баяғы әңгімесі. Біздсіз Украина бөлейін деп тұр, біздсіз Украинаның экономикасы құриды деген сияқты. Негізі соғыс басталғалы Ресей Украинаның энерго орталықтарын атқылап, ел тұрғындарын жылусыз, жарықсыз қалдырып жатқан сәттер көп болды. Қыс қаншалықты суық әрі қараңғы болды? Бір ай бойы Украина қуат дағдарысын еңсерді деп айтуға болады. Орыстар Запорожьені тартып алды, олар Украина қарамағына өткен жоқ. Атап өту керек, террористік жолмен үлкен, Европада ең үлкен атом станциясы Запорожье әлде орыстардың қарамағында. Дей тұрған мен Украина, Словакия мен Молдовадан қуат нарығын жаңартып, тіпті биыл, осы алдағы 2 айда сол қуатты экспорттаймыз деп те отыр. Бұл не айтады? Бұл ақпарат не айтады? Яғни Украина ақырындап жаңағы қуат дағдарысында еңсерді. Соңғы 3 апта, 25 күн деп айтайық. Киевте жарық өшпейді, жылу жағынан да мәселе туындап отырған жоқ. Әрине біз енді Мариуполь сияқты тіпті толығымен жер бетінен жойылып кеткен қала, Харьковтың қаншама енді атқыланды. Әлі күнге дейін Днепр, Одессада әлі де проблема бар. Бірақ жаңағы көптеген ел, біздің Қазақстанда Украинаға генераторларды көп жіберді. Біздің білесіз Украина қалаларында орналасқан қазақ үйлерімізде халықтың ең бір тамаша қабылдап алған жаңалығы болды. Өйткені бұл қазақ үйлер білесіз қандай жылы, әппақ, сондай бір қиын кезеңде көмекке келді деп айтса болады Украинаға. Сол жерде жаңағы жергілікті тұрғындар жылынып,
біздің ыстық шайымызды ішіп, ең алғашқы қазақ үйіміз Бучада ашылды. Сол кезде халықтың көзінен жасты көрген кезде енді шынымен де сондай бір көңіл тебірентетін сәт болды. Енді бұл біздің бір ғана көмек. Әлем елдері Украинаға қуат дағдарысы кезінде, қыстың бір суық кезінде осындай трансформаторларды жіберіп қатты көмектесті. Соңғы 2 айда жаңа атап өткендей Словакия мен Молдовадан қуатты экспортын арттырды. Қазір дағдарыс жоқ. Айта кететін жайт, 2019 жылғы президенттік сайлау кезінде үміткер Зеленский 73% дауыс жинап, додада жеңіске жеткен болатын. Енді BBC-дің былтырғы ресми деректеріне сүйенетін болсақ, сайлаудан кейін оның рейтингісі 41%-ға дейін түсіп кеткен болатын. Бірақ соғыс басталғалы Зеленскийдің рейтингісі қайтадан 90%-ға дейін көтеріліпті. Қазіргі таңда ел арасында Зеленскийдің рейтингісі қандай деңгейде? Қазіргі кезде Зеленскийдің күнделікті халыққа үндеуі, халық пен президент арасындағы сондай айырмашылықты, үлкен алшақтықты қысқартуы тактикасы маған ұнайды. Мысалы, президент ол қатты бір билік өкілі, оған жету мүмкін емес деген сияқты менің ескірген журналистік көзқарасым қазір Украинада төңкерілді деп айтсақ болады. Өйткені жаңағы күнделікті қарым-қатынас арқылы Зеленский өзінің халқына деген бір жақындықты білдірді. Әсіресе соғыс кезінде, білмейсіз, өздеріңіз білесіздер ғой, қаңтар оқиғасы кезінде қайта-қайта сөздерді қосып, сондай бір қатты бір әуре сарсаң күйді кештік қой енді басымыздан. Сол кезде қандай бір билік ақпарат айтса, сондай ақпаратты күттік. Тура сондай оқиға одан масштаб жоғары. Соғыс, сен күнделікті ақпараттың қалай болғанын естігің келеді. Мысалы, соғыс тура басталған кезде орыстың пропагандалық бақ құралдары жаңағы Харьков, Херсонды ақырындап басып алуға ниеттенген. Олар Зеленский қашып кетті, Зеленский халқын тастап кетті, міне ұшақпен ұшып кетті деген ақпараттарды өте көп таратып жіберді. Халық Мариупольда да солай болды. Халық әуре сарсаңға түсті. Бізді президентіміз тастап кетті деп шынымен де сол орыстарға сеніп, осындай бір ақпарат болмау үшін Зеленский ешқайда да қашқан жоқпын, міне мен осы жерде жүрмін деп мен сізге айтып тұрғандай, осылай байланысқа шықты, қайта-қайта халқымен, ол ақпаратқа сенбеңіздер, міне мен Банков көшесінде отырмын деген сияқты қарапайым сөздер ғой. Халыққа қатты ғылыми ақпарат керек емес, қарапайым дүниелермен ақ түсіндіруге болады жағдайды. Сөйтіп айтып жеткізіп, сол жаңағы әдетті сақтап қалды бүгінгі күнге дейін. Кешеде одан кейін де Зеленскийдің халыққа үндеуі күн ара беріледі десем қателеспеймін. Бірақ атап өту керек, енді Украина Ресейден 10 есе кіші ел. Әрине, қорғаныс саласында ақша мол құйылып жатыр. Бюджет тапшылығы 5-тен 8 миллиард евроға дейін жетеді. Сондықтан айлықтар бір керемет өсіп, ондай емес. Ғылыми атақ үшін берілетін қосымша жәрдемақы, дәрігерлердің түнде шыққан сменасына берілетін жәрдемақы қазір тоқтатылды. Бірақ Украинаның жеңіске жақындататын қадамдарын еріктілер жасап отыр деп айтсам артық емес. Өйткені көбісі тегін жұмыс жасауға дайын екендіктерін білдіріп, дәрігерлердің көбісі операцияны тегін үлгеріп жасап, осындай бір қоғам құрылды, бір-біріне көмектесіп. Бізге де осыны қатты бір өзіміздің есімізге, өзіміздің санамызға мықтап түйіп қоятын сәт. Сондай жау жағадан алғанда, бөрі етектен алып, білесіз, бәрі қиыншылықтар басыңа сап етіп түсе қалады. Сол кезде бізді қорғап, бізді алып, бізді сақтап қалатын ол біздің бірлігіміз. Бір-бірімізді қолдап, ерікті болсын, дәрігер болсын, құр шопыр болсын, дала сыпырушы болсын. Сондай адамдардан интервью жазған кезде бәрі тек жеңіс, біздің азаттығымыз, біз ертең балаларымызға тастап кететін аманатымыз үшін, мысалы, жан қиюға даярмыз. Осындай көбесі жауап алдым. Әрине, бұл енді осындай сұхбат алған кезде көбісі, ой, бұл журналист өтірік айтады, Украина деген масқара нацист деген сияқты комментариялар бар, бола берсін. Шындықты
ақырындап жеткізуге тырысамыз. Сіздің каналыңыз арқылы сіз болып, біз болып. Осылай жағдай. Жақсы, рахмет. Ал енді мына ресейлік арналарда тағы да бір жиі талқыланатын мәселелердің бірі ол Бахмут қаласы. Бұрын соңды бізге негізі беймәлім болған қала, ал енді ресейлік пропаганданың айтуынша Киевтен кейінгі Украинаның ең маңызды нүктесі сияқты көрінеді бұл қала. Сол Бахмут қаласында жалпы өзіңіз болдыңыз ба? Ол қандай тұрғын мекен? Украина еліне соншалықты маңызы бар орталық деп айтуға бола ма? Бахмут деген 60 мың, 70 мың тұрғыны бар қала. Киев миллион, қаншама қалалары, мысалы Львов, Киев, Харьков, Херсон өңірінде, Одесса. Бахмут деген 60-70 мың тұрғыны бар қала шығыста, Донецктің маңындағы. Ол тіпті орталық емес. Ол шығыс орыстың әскерлерінің өзінің екінші әскеріміздің аты дардай болғанымен түкке тұрмайтын деп тағы сүруге болмайды, өйткені оларда ақша бар, адамдар бар. Сондықтан орыстың пропагандалық бақ құралдары Бахмутты солай енді Бахмут үшін шайқас Киевтен деп айтқысы келеді ғой енді. Өйткені халық сұрайды ғой, біздің ақшамыз қайда, мысалы, біздің пенсиямыз өскен жоқ. Пропаганда жауап беру керек қой енді үкіметтің атынан. Оның енді байлау иті болғаннан кейін дұрыстап беру керек қой. Сондықтан сондай бір жолға бару мүмкін, ол қаланы масқара көтеріп, тегі 1 миллион адам тұрғандай. Бірақ енді Украинаның жері болғандықтан, Украина үшін қазір әр жер өзінің ең маңызды деп есептеледі. Біздің Қазақстанның жері де, мысалы, сізге бір ұнамайтын жерін айтыңызшы десем, сіз айта алмайсыз ғой, бәр жер маңызды. Атыраудан Ақтауға дейін барлық кең байтақ қазақ жері. Сол сияқты Украинаның да бір өзіне керек емес, ондай маңызды деген мекені жоқ. Сондықтан барлық күштік құрылымдарын Украина осы Бахмутқа салып жатыр. Орыстар да шегінер емес. Тіпті атыс шабыс қазір қаланың ішінде, яғни жекелей адамдарға да ауысқан жөнінде оқыдық. Мен Бахмутқа сапарды барғым келген, мүмкін әлі де Украинаға өтіп жатса, міндетті түрде өзімнің көрермендеріме қандай қалай екен, күрестің қалай жүрген айтып беретін боламын. Сол күнге жеткізсін. Амин. Бахмут емес, Запорожьеде. Негізі сондай сенім бар, өйткені қазір Украина орыстың бақ құралдары. Біз Украинадан кетуіміз керек, өйткені адам күшін сақтап қалуымыз керек. Біз Америкаға осындай немізді көрсетуіміз керек деген сияқты. Деректі фильмдерді көрсете бастапты ғой, соған қарағанда соғыс аяқталуы мүмкін. Енді бұл менің жеке пайымым. Менің әскери журналист не болмаса. Бір үкіметтің атынан сөйлеп тұрған жоқпын, өзімнің жеке пайымым. Сондай бір сезім бар. Енді уақыт көрсетеді. Бәрі басқаша болып қалуы мүмкін. Өйткені соғыс, сондықтан ертеңнің қалай болатыны белгісіз. Қазіргі таңда Украинаға әжептәуір мемлекеттер макрофинанстық көмек көрсетіп жатыр. Осы орайда қоятын сауалым, Украинаның әлеуметтік жағдайына байланысты, соның ішінде зейнеткерлер мәселесі. Олар зейнетін уақытында алып жатыр ма? Негізгі олардың тарапынан ешқандай наразылықтар жоқ па дегендей қаражат тапшылығына? Шыны керек, ақпарат Украина халқының кедейлік деңгейі 10 есе артқанын мәлімдеді. 10 есе, енді бұл дегеніміз өте үлкен сан. Сондықтан көбісі жұмысынан қағылды. Енді оккупацияланған территориялар үйлерінен қағылды. Жалпы 200 мыңға жоқ нысан қирады деп айтсақ, естіліп тұр ғой, Естіліп тұр. Қирады деп айтсақ, мен саған жаңалықтарда жаңағы 500 миллионға жоқ жеке көлік жанып кеткен. Бұл енді ақпарат бер жағы. Шынымен де қалай болатын, ертең соғыс аяқталғаннан кейін есептеледі ғой. Сондықтан енді тіпті маған да жаңағы соғыс әсері, өзімнің қаршы жағынан әрине қалтамыз қағылды. Бірақ енді бұл соғыс қой, соғысты білесіз. Оның салдары да, адам шығыны да, қалта шығыны да өте ауыр болатыны белгілі. Сондықтан нақты шығынын әлі Украина есептеп, әділдік жүзеге асатын болса, Ресей тарапы Украинаға сол
қаржылық қиындықтардың орнын өтеуі тиіс деп, енді бұл менің жеке көзқарасым. Әрине Ресей өзінің қателік екенін мойындай қоймайтын ел. Ол бәрібір өле-өлгенше батыс пен Европаны кінәлап өтеді де, сол жақтан байлары, пропагандалық бақ құралдары үй алып бәрібір батысқа кетуге тырысады. Мынау жер соғыс енді басталғанда мынаның бәрі қолдан жасалды. Бұл майдан 2 метрода жабық болды бүгінгі күнге дейін. Жолдың бәрі осындай темірмен жабылған болатын, өйткені барлық көліктің иелері қатаң тексерілді. Көліктің ішінде не бар, не жоқ. Одан кейін көбінесе осы Киевтің өзінде де жаңағы сепаратистер, Украина бола тұрып, Ресейді жақтаушылар, ол бізде де бар ғой. Қара орыс деп айтады ғой енді қазақтар. Сатқындар, олар жаңа суреттерді түсіріп, қай жерден бомбалауға болатын көрсеткен андай белгілер тастап, сондай босында бір қиын кезең болды. Осындай темірлер қаланың әр жерінде, бір 20 метр жүресің де тоқтайсың, 20 метр жүресің де тоқтайсың. Осындай бір жағдай болған еді. Қазір бәрі мынау жиналып, енді бұл тек қана туристердің осындай келіп көретін орнына айналды. Қарап тұрсаңыздар. Одан кейін тағы бір атап өтетіні, қазір Украинада ұлттық дүниелердің тренді байқалады, оны байқадым. Тавтологиясын кешіріңіз. Жаңағы өзінің ұлтына деген вышиванка, өрнек, сондай бір ауруға шалдығып, менде өзімнің қазақ екенімді танытатын, қазақтың қызы екенін көрсететін дүниелерге махаббатымды оятсам осы Украинада жүріп. Өйткені біз өзіміздің ұлтымызды сүйген сайын, өзіміздің тілімізде сөйлеген сайын, өзіміздің ақпаратымызды танытқан сайын, өзіміздің ұлттық болмысымызды сақтаған сайын, біз мықты бола түсеміз. Міндетті түрде қару-жарақ, міндетті түрде жаңағы үлкен армия емес. Міне, өзінің жаңағы сары көк түсті осындай дүниелер өте көп. Өздерінің түсіне деген махаббат ту көп өте, барлық жерде Украина тулары. Сол кезде де бізге жаудың тиісу жағы қиын болады деп есептеймін. Мысалы, мен Қазақстаннан оқитын жаңалықтарым менің жүрегімді өте ауыртады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, өткен жылдың 24 ақпан мен биылғы жылдың 14 наурыз аралығында Украинадан көрші елдерге 19 миллионнан астам босқындар кеткен екен. Солардың 9 миллионға жуығы Еуроодақ елдерінде шоғырланған екен. Еуроодақ елдерінде шекара асып кеткен украиндық өзіңіздің таныстарыңыз бар ма? Сол елдердегі босқындарға деген көз қарастары қандай екен? Жағдайлар жасалып жатыр ма? Босқындардың мәселесін, Европадағы босқындардың мәселесін зерттеумен айналыстым. Амстердамда болдым. Бельгия, Франция, Испания, Италия. Өзім босқын ретінде Испаниядан көмек сұраған адамның бірімін. Испания маған жаңағы бізде Шенген жоқ қой, білесіз. Украина мен Европа арасында 2014 жылғы майданнан кейін олар Шенген алған мемлекет. Құр майданға шығып тарап кеткен емес, өзінің қалаулары бойынша Януковичті тақтан тайдырып, Европалық одақпен Шенген кедергісін жойды. Яғни кез келген Украина азаматы Шенгенге 90 күнге бара алады. Менде ондай жоқ. Сондықтан соғыс басталған кезде мен Украинада 5 жылдан артық тұратын азамат ретінде құқығым бар. Европадан соғыстың салдарынан зардап шеккен адамын деп көмек сұрауға. Сондықтан мен бірден Испанияның билігінен осындай құжатымды жасату жөнінде көмек сұрап, олар маған қазақтың азаматы болсам да, бірақ Украинада тұрған журналист, Украинаның тұрғыны ретінде осындай көмек көрсетті. Олар Испанияда, Амстердамда бірден үйге жаңағы бөлме береді, сені ешкім далада қалдырмайды. Бұл Украина босқындарының бір босқын мәселесіне басқа бір жаңа өзгеріс әкелді. Мысалы, олар бірден құжат берді, Украинаға, оны өзімнің көзіммен көрдім. Олар жаңағы Польша, мысалы, жолдық ақы, мен көлігіммен жүрген кезде Польшада олар мысалы жол ақысын менен талап еткен жоқ.
Одан кейін үлкен екі ірі лагерь бар Варшавада. Мен екі лагерьге де қондым. Үйім жоқ, осы бірде шығып кеткен кезде. Баласы бар адамдарға жоғары лагерь жағдайлар жасалған. Одан кейін аптасына $60 көмек көрсетті. Қазір ондай бір жыл болғаннан кейін енді ондай көмектер алынып тасталып жатыр деп естідім. Нидерланды, Бельгияда үлкен лагерлер болды. Украиналық босқындарды орналастырған. Олар лагерлердің ішінде жаңағы бір жағдай өте жасалмаған лагерь емес, керісінше жаңағы барлық төсектер ыңғайлы, мысалы кір жуғыш машиналары бар, тамақ берілетін осындай заманауи лагерлер. Испания қазірдің өзінде де бір адамға 400 евроны құрайтын әлеуметтік көмек көрсетіп жатыр. Орыс бағы атап өту керек бұл жерде. Қандай ақпарат таратады? Олар айтады, Европа Украинадан шаршады, көмектескілері келмейді, барлық әлеуметтік жағдайды, әлеуметтік көмекті тоқтатты. Бәрі өтірік. Ақпаратты оқымас бұрын міндетті түрде тексеріңіздер. Ағылшын нұсқасын оқып, украин тілінде оқытыңыз болады, украин ақпараттарын. Барлығы жазылған, көмек әлі де беріліп жатыр. Украинаға әлем елдері көмегін тоқтатқан жоқ. Сондай көмекке тапсырыс берген адам босқынның бірі ретінде де тіркеліп, осында Европа елдерінің аз да болса босқындарға жасаған көмегін алып жатқан адамның бірімін деп айтса болады. Мысалы, жаңағы үй жағынан, тамақ жағынан әлі күнге дейін қаражат жағынан Украинаға көмектесіп жатыр Европа елдері. Жаңа бұқаралық ақпарат мәселелерін қозғап кетіп едіңіз. 2022 жылдың маусым айында ресейлік Петербург қаласында экономикалық форум өткен болатын. Сонда біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, цитата: «Но я хотел бы отметить следующее. Современное международное право – это устав Организации Объединенных Наций. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк». Украиндық бақтар мен әлеуметтік желі қолданушылары бұл мәлімдемені ерекше қошеметпен қабылдағандай болды. Сол елдің тұрғыны ретінде осы президентіміздің бұндай ашық позициясы Украина халқының аузында расында қызу талқыланды ма, әлде тек кәсіби ақпараттық алаңдағы мәселе ретінде қалды ма? Әрине талқыланды. Бұл біз үшін, жырақта жүрген қазақтар үшін өте бір үлкен демеу болды. Өте бір біздің позициямызды айқындайтын бұл ақпарат айтылу керек болатын. Бұл ақпарат сондай алаңда ашық айтылу керек болатын. Бұл ақпаратты шетелде жүрген қазақ қоғамы өте күтті. Және бұл бізге бір қанат бітірді деп айтудан аулақпын, бірақ өте жақсы бір біздің позициямызды айқындайтын, қазақ қоғамының пікірімен 100% дәлме-дәл келетін осындай бір үндеу болды, жауап болды. Бұл біздің де жауабымыз болды. Бұл білесіздер, TikTokта менің 10-ға жуық достарым қайта маған жіберіп, рахмет, Аида, сендердің позицияларыңды президент ашық айтып жатыр екен, сендерге рахмет. Өзім жеке басым осындай рахмет, алғыс хаттарды алдым. Сондықтан да осыған дейін қазақтың паспорты бар азаматтар кеденде қатты тексеріліп, бізге бір сондай ренішпен қарайтын Украина кедені осындай бір президенттің ашық бір нақтылы айтылған пікірінен кейін бізде кеденде сұрақ жауап кезде де біздің президентіміз ашық айтты ғой деген сияқты бір ресми ақпараттың айтуға өте бір жақсы, шынында да біз күткен баяндама, біз күткен жауап болды деп толық айта аламын. Тек бұл жаңағы хайп үшін емес, бұл болды, айтылды, ұмытылды деген тақырып емес. Бұл жаңағы жауап әлі күнге дейін Украина қоғамының бір еске алып, алғыс айтатын осындай бір үлкен мәселесіне айналды деп айтсақ болады. Барлық Украинаның адамы бұл жаңалықты естіген, Қазақстан туралы, Қазақстанға қызығушылық білдіретін адамдар осы жаңалықты естіді және сондай бір жылы лебізбен қарсы алды деп айтсақ болады, қабыл алды. Тамаша, рахмет. Енді бүгінгі сұхбатымыздың соңғы сауалы. Украинадағы нацистердің бар не жоқтығына қайта оралсақ,
Мына қазіргі таңда соғыс жағдайында Украина халқы ұлт мәселесі айналасында өзге ұлттарға, соның ішінде орыс ұлтты азаматтарына қазіргі таңда қысым көрсетіп жатқан жоқ па? Бұндай тенденция байқалмай ма? Қысым көрсетіп жатқан жоқ. Тағы да сұхбатты алып білдесеңіз адамдарға жолай. Өз ауыздарынан естисіздер. Қазір менің жанымда бір адам. Эксперимент жасап көрейік. Эксперимент жасап көрейік, да. Девочки, слава Украине. Извините, что помешаем. Вот вы можете ответить на его вопрос? Знаете, мы хотим провести некий эксперимент сейчас по отношению к русскому населению на Украине. Какое-либо ущемление у вас оно наблюдается? Мы сами русскоговорящие. Нет, никто никого не ущемляет. В этом плане точно нет. Я вам скажу так, у нас наоборот, когда кто-то начинает говорить на украинском, всегда все говорили: ты что, с села? Ты что, приезжий? Это было раньше. Ну, сейчас нет, да, раньше. И Это было до войны. Это было до войны, сейчас сейчас корни разговаривают, если с тобой разговаривают на русском, ты на русском. Если на украинском, то значит на украинском. Поэтому никаких ущемлений в этом плане точно нет. Дякую. в Украине. Енді көрдіңіз ғой, біз әлі бір ғана адамнан алған. Жүріп эксперимент жасауға болатын еді, бірақ енді бұл шынайы ақпарат үшін, ешқандай дайындалмаған көрсету үшін осындай сұхбаттың болғаны дұрыс. Көрермен өз пайымын жасай жатар. Қызығушылық танытқандарыңыз үшін сіздердің көрермендеріңізге алғысым шексіз. Сондықтан менің де каналыма жазылсын. Оның сіздің арнаңызға сілтемені өзіміздің описаниемізде беріп кетеміз. Аида, бүгінгі берген сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Болашақта тағы да сізбен жүздесеміз деген сенім бар. Амандықта жүздесейік. Теңсіздігіндерді жолғайып деп там. Ал енді біздің көрермендерге айтатынымыз осымен сұхбатымыз тәмам. Сіздермен болған KZ+ YouTube арнасы және Азамат Ата келді. Сұхбат ұнаса лайк басып, қаласаңыздар астына өтіп комментарий қалдыруларыңызға болады. Амандықта жүздескенше.